يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Ассалаумағалейкум. Видео сабағымыздың 8-ші бөлімі. Арафа күні күн батқаннан кейін баршамыз дайындалып, Муздалифа жазықтығына аттанамыз. Ол жердегі құлшылық рәсімі ашық аспанның астында түнеу. Яғни сол жерге жетеміз Муздалифаға, ақшам мен құптан намаздарын қосып оқып, келесі күнге дайындалу үшін, әл қуат жинап алу үшін жақсылап демалып алу керек. Яғни ол жердегі құлшылықтың түрі тек сол түнді Муздалифада өткізу. Муздалифа жазықтығында түнеп болғаннан кейін, яғни Зулхиджа айының 10-ші күні ең бір ұлы күндердің бірі және ең бір қиын, сіздердің бір шаршайтын күндеріңіздің бірі. Ол күні Муздалифадан бәріміз шығып, шайтанға тас лақтырамыз. Ол жерде жамарат дейді, яғни 3 түрлі бағам бар. 3 түрлі бағам бар. Бірінші күні, жаңағы Зулхиджа айының 10-ші күні, яғни тек қана соңғы жамаратул ақаба дейді, 3-ші бағанға ғана 7 рет тас лақтырылады. Біріншісі. Ары қарай Қағбаға барып 7 рет тауап жасаймыз. 2 ракат намаз оқимыз, сосын Сафа мен Марон арасында 7 рет жүреміз. Және де ол күні құрбан шалынатын күн. Құрбан шалу, былай қарасаңыздар, өздеріңіз барып құрбан шалу өте қиын. Миллиондаған адамдар жүреді. Сол себептен де ақшаларыңызды белгілі мекемеге өткізесіздер, солар сіздердің аттарыңыздан құрбан шалады. Қолдарыңызға чек тапсырады. Және 4-шісі шаш алдыру рәсімі қылады. Осы шаш алдырып болғаннан кейін барша қажылар Мина алқабына, Мина жазықтығына кеп түнеу керек болады. Енді қажылығымыздың соңғы рәсімдерінің бірі 3 күнді Мина жазықтығында өткізу. Ол жердегі құлшылықтың түрлері сол 5 уақыт намаздарыңызды шатырларда ішінде оқисыздар, және де күнде 1 рет барып, жаңағы 3 бағанға әрқайсысына 7 тастан шайтанға тас лақтыру. Ол жердегі бар құлшылықтың түрі осы.